балаларымды ашумен ұрып қоя беремін, сабырға шақыратын уақыз оқысам бола ма дейді. Болады, айналайын. Балаларыңды ұрып, бір күні сәл дұрыс қолың тимей жынды болып қалсашы балаң. Ертең қояншық болып нормальный болып қалса, Алланың алдына барғанда сол Құдайдың берген нығмет, ол әлсіз ғой ол. Ол қорғай алмайды, сені байың ұрса қалай болады? Сен әлсізсің, байыңа күшің жетпейді. Жақсылап бір удар берсе қалай боласың? Халқадан. Сен бала сияқтысың ғой, сен де қорғанамайсың. Не үшін баланы ұрма дейміз? Ол әлсіз, қорғанамайды. Бұлық қоя алмайды. Одан кейін жалтақ болады, қорқақ болады. Ажал жетіп өліп кетсе шал. Сотталасың. Құдай біреу балаға жете алмай жүр, сен ұрып жатсың. Қалай болады? Алла, ұрма жаным баланы. Ертең баланың жүрегінде қалады, соны сен ұратын болады. Сол қызың сені сабайтын болады. Қой, ұрма бала. Егер ұрған балаңа Алланы танытпасаң, сен таяқ жейсің. А егер ұрдың, енді болды. Енді Құдайды өзің танып, балаларың Алланы танытсаң, балалар кешіреді. Ұрма жаным.